Олар кімдер екен? Олар ойраттар. Халықтан жиған олжасын алып барады. Ойраттар бізді қашанғы қанайды. Оларды орнына қоятын кез келген сияқты. Жүрек қалауларың білсін. Өз әрекеттеріңе жауап беретін кездерің келді. Ей! Біздің жолымызды бөгейтіндей сендер кімсіңдер? Біз Әбілқайыр ханнан тиесілі салығымызды алып келе жатырмыз. Жолды босатыңдар. Әйтпесе... Мен Болат Сұлтанның ұлы Кереймін. Халықты жылатып жинаған құн салықты осы жерде қалдырыңдар. Ал Қонтайшыға айта бар. Енді біздің елді мазаламасын. Мынау не деп тұр өзі? Басыңды шауып, Қонтайшыға қоса апарайық онда. Ей, не болды? Өлтірді! Кетті Керей. Шу! Жәнібек, кетті! Кім екенімізді көрсеттік ау шамасы. Батыр ата, қандай баға бересіз? Қиын сәттер әлі алда. Бай болсаң елге пайдаң тисін. Батыр болсаң жауға найзаң тисін деген осы. Өркендерің өссін қарақтарым. Бірақ бүгінде күлкімізден күңіренісіміз көп болып тұр. Үстем салықтан ел қатты жүдеді. Бұл заман қайда барады екен? Қабырғамыз қайсып жүргелі қашан? Қайда барсам, халықтың айтары осы. Түнде ұйқымыздан, күндіз күлкімізден айырып отырған бұл біздің де мұңымыз. Мына ұлы даланы мекен еткен бабаларымыздың әділдікті ту етіп, елін еркін өмірге жеткізген ерліктері тасқа қашалып жазылған. Еркін ел ғана алдына асыл арман қойып мақсатына жете алады. Бақ ынтымаққа барады екен. Біз бірігіп қана мақсатымызға жетеміз. Ел болып, ірге бекітіп, еңсе көтеретін кез келді ағайын. Қыр астында көз алартып жау тұр. Ұлымыз құл, қызымыз күң болмасын десек, ошағымыздың түтіні түзу шықсын десек, бес саусақ бірігіп жұмылайық. Шешу шұрысқа түсетін кез келді. Ниетіміз бір болса, батаңызды беріңіз, ақсақал. Арманың қол жетер жерде болсын, халқыңның қалауы сенде болсын. Алла жар болсын, аумин. Я, айта бер, не бітірдің? Ханды азғырып, Жәнібек пен Керейге қарсы айдап салған едім. Болмады. Мен берген қара дәрінің әсерінен бе, жорыққа бара жатқан ханымыз жолда қайтыс болды. Енді не істейміз? Тыңда, Қарабек, сен Қонтайшыға барып, оның сеніміне кіруге тырыс.
ханның қайтыс болғаны туралы хабар оларға ендігі жеткен болар. Ойраттардың сақшыларына шабуыл жасаған Керей мен Жәнібек екенін айтып бар. Оны білсе Қоңтайшы олардан кек алмай қоймас. Ал екі сұлтанмен соғысып, әбден әлсіреген сәтте Қоңтайшының көзін жою қиын емес. Оқтың ба? Оқтым, әміршім. Сонда так менікі болады. Солай де, Қарабек. Ол екеуінің сонда не көздегені бар екен? Ұлы Қоңтайшым, хан тағынан дәмелі Керей мен Жәнібек сұлтандар өз алдына ел болып, әскер жинап сізге қарсы тұрмақшы. Егерде сіз олардан бұрын әрекет жасасаңыз, бүкіл Дешті Қыпшақ жеріне өзіңіз ие боласыз. Жаман емес. Маған мыңбасы қара жалды шақыртындар. Сен ініңнің кімнің қолынан мерт болғанын білесің бе? Білсем, қанын судай шашып, кегімді қайтарар ем. Айтыңыз, әміршім. Ендеше тыңда, сенің ініңді өлтіріп, маған тиесілі салықты тартып алғандар Керей мен Жәнібек сұлтандар екен. Керей мен Жәнібек? Рұқсат етсеңіз, дәл қазір аттанам. Екеуінің де басын шауып алдыңызға алып келмесем, қара жал атым құрысын. Әскерлер жорыққа дайындалсын. 3 күннен соң аттанамыз. Әміріңізге қолдық. Ал сен, Қарабек, бізді бастап барасың. Бұл қызметіңнің өтеуіне не сұрайсың? Айта бер. Ұлы Қоңтайшым, мендей пақырыңызға жібек жолы бойындағы Тарас шаһарын берсеңіз жетер еді. Дегенің болсын, бара бер. Өз елін сатқаннан қайыр жоқ. Ертең бізді де сатып кетеді. Жорықтан соң көзін жой. Олар жорыққа шыққалы жатыр. Қолы бізден 2 есе көп. Несі бар? Әр қайсымыз 3 ойратқа татсақ, олар көп емес екен. Міне, күші басым жауды, ақылмен жеңетін кез келді. Мұндайда айла керек. Ендеше ақылымызды ортаға салайық. Әне, қарауыл төбеден белгі көрінді. Қане, атқа қонайық. Жәнібек, дабылдың белгісін бер. Сарбаздар, кім екенімізді танытар сәт туды. Мына ұлы даланы мекен етеміз, не жоқ боламыз. Жау алдында тізе бүгіп тірі тұрғаннан, тіке тұрып өлген артық. Бүгінгі ерлігіміз, ертеңгі елдігіміздің басы болмақ. Тәңіріміздің өзі қолдасын.